Достар, пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған деген қағида бар. Бұл пәлсапа қайдан шықты? Күйеу баланың төрге озғаны әбес көрінбей ме? Жалпы қазақ қай уақытта оларды төрге отырғызған? Маманнан білейік. Қазақтағы күйеу баланы пайғамбарда сыйлаған деп айтатын себебі, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы Хазіреті Әлі мен Оспанды сондай құрметтеген. Сондықтан ислам дінін ұстанушы ұлт ретінде осындай бір қанат сөз қалыптастырған. Күйеу баланы пайғамбарда сыйлаған, сондықтан бізде құрмет тұтамыз дейді. Алайда күйеу бала өзінің ретін, жолын біліп, үйден төрге озбаған, қайын жұртының үйінің бас ұстамаған, бата қайырмаған. Енді бұл қазақтың әдеп шыңының бір сипаты. Екінші жағынан бұның артында ырымда жатыр. Кезінде малға топалаң деген ауру тиген уақытта, тағы да басқа да осындай жаппай мал қырылатын аурулар келген кезде күйеу баланы төрге шығарып, бас тартып, бата сұрататын болған. Сондықтан егер күйеу бала жай күнде төрге шығып бара жатса, сен біздің елге жамандық тілегенің бе деп оған тыйым жасайды. Және төрге отыратын немесе бас ұстайтын бұл елдің азаматы жоқ емес, біз ұрпақсыз қалған жоқпыз деп күйеу баланы шығартпайтын болған. Күйеу баланың бұл жас кезіндегі сипаттарын айтылатын болса, қартайған кезде де күйеу балаларға әзіл ретінде айтатын нәрселер бар. Қыз, қай кезде де қыз, күйеу бала қартайғанда құда деп әзілдеп төрге шығаратын болған. Онда да күйеу бала елпеңдеп, шал болса да, қарт болса да, елпеңдеп төрге шығып кетпейді, дегенмен жоғарылайды. Сонда айтатын әзілдері бар. Менің күйеулігім есікте қалды, ақсақалым төрге шықты деп әзілдейтін болды.